Саламатсыздар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы скважина құрылысы, скважинаның түрлері және ұңғыны бұрғылау әдістері. Ұңғы дегеніміз не? Оны барлығымызға да белгілі, өткен сабақтарменен түсіндірген кезде сонымен қайталап өтетін болсақ, яғни ұңғы дегеніміз арнаулы бұрғылау аспаптарының көмегімен жер қыртысында қазылған диаметрі, яғни тереңдігінен бірнеше есе кіші тау-кен құрылысын, яғни біз ұңғы деп айтамыз. Ұңғының басталатын жері барлығымызға белгілі, ол сағасы деп аталады, цилиндрлік беті қабырғасы немесе оқпан деп аталатын болса, ең төменгі шетін ұңғы түбі деп атаймыз. Сағасынан түбіне дейінгі оқпан өсі бойынша ара қашықтық ұңғының ұзындығы, ал ұңғы өсінің тік жазықтыққа проекциясы, яғни тереңдігі деп аталатыны барлығымызға да белгілі. Оларды тік және көлбеу бұрғылайды. Ол барлығымызға да белгілі, барлық сабақта да айтып отырамыз. Олардың диаметрі аралықтан аралыққа дейін кішірейіп отырады. Мұнай және газ ұңғыларының бастапқы диаметрі 9 мм-ден аспайтын болса, ал оның соңғы диаметрі 165 мм-ден кем болмайтыны да белгілі барлығымызға. Кезінде, яғни ұңғы ортасында қалған бұзылмаған тау жынысын аламыз, яғни біз оны керін деп атаймыз. Оны алудың мақсаты, яғни жынысты зерттеу, тексеру, бағалау мақсатында аламыз. Ұңғының диаметрі, тереңдігі және бағыты оған мінездеме беретін негізгі элементтерге жатады. Ұңғының жер бетінде орналасуын зениттік және азимуттық бұрыштармен анықтаймыз. Зениттік бұрыш дегеніміз ол ұңғының өсі мен вертикалы арасындағы бұрышты айтамыз. Ал азимуттық бұрыш дегеніміз көлденең жазықтықта, яғни сағат тілінің бағытымен есептелетін, осы ұңғы өсі арқылы өтетін бағыт пен сол бағыттың көлденең жазыққа, яғни проекциясының арасындағы бұрышты айтамыз. Ұңғының диаметрі бетінен табанына қарай белгілі деңгейде баспалдақ түрінде азая бастайды. Мұнай газ ұңғыларын бұрғылауда барлығымызға да белгілі, ол жерде де, яғни құрлықта да немесе теңізде де бұрғылау қондырғыларының көмегімен іске асырылады. Теңіз үстінде, яғни бұрғылаған кезде бұрғылау қондырғысы жүзіп жүретін платформа, кеме үстінде немесе эстакадаларда орнатылады. Мұнай газ өндірісінде ұңғыларды төмендегі мақсаттармен бұрғылайтыны барлығымызға да белгілі. Шамалы мен сіздерге бірнеше несін көрсетіп өтейін, қандай мақсатта бұрғылайтын. Біріншісі пайдалану деп айтамыз. Ол пайдалану, яғни мұнай газ конденсатын алу үшін. Айдау, ол яғни атқылау әдісін созу мақсатында жер асты қысымын қалпына сақтау немесе өнімді көбейту мақсатында. Барлау, ол пайдалы қабаттарды анықтау, зерттеу, бағалау мақсатында болады. Онан кейінгі талдап, іздеу, белгілі қоры көп емес ұңғыларды анықтай түсу үшін. Мұнай газ ұңғылары дегеніміз, яғни күрделі, қымбат тұратын бірнеше ондаған жылдарға арналған құрылысты айтамыз. Ол үшін пайдалы қабатты жер үстіндегі жабдықтармен жалғайтын сенімді каналдар керек болады. Ал қазылған канал тау жыныстарының біркелкі еместігін және түрлі заттардың, оның ішінде мысалға су, мұнай, газ, тағы басқа мысалға түрлі қысымдардың болуынан, яғни құлап қалу мүмкін. Сондықтан ұңғыны қазған кезде оның қабырғаларының беріктігіне көп көңіл бөлуіміз керек. Ұңғы қабырғасын қатайту үшін оған түрлі кигізбе құбырлар түсіріледі. Өзара жалғанған кигізбе құбырларды біздер кигізбе құбырлар тізбегі дейміз. Ұңғыға түсірілетін кигізбе құбырлар, яғни белгілі мақсатта түсіріледі. Олар бағыттаушы, кондуктор, аралық, немесе техникалық, немесе пайдалану кигізбе құбырлары деп бөлінеді. Мына схемада көрсетіп тұрғандай, бағыттаушы құбырды, яғни ұңғы бетіндегі жыныстар опырылып кетпеу үшін және ұңғыны тазалау желісімен жалғау мақсатында түсіріледі. Бағыттаушы құбырлар түсіріп болған соң, оның айналасындағы сақиналы кеңістікті міндетті түрде тампонажды цементтік ерітіндімен немесе бетонмен құйып тастайды. Осы бағыттаушы құбырлардың түсірілу тереңдігі құбырға, яғни құрамына қарай бірнеше метрден бірнеше ондаған метрге дейін болады. Екінші мысалға мына кондуктор дедік. Бұл кондуктор құбырларын жер бетіне жақын орналасқан бұзылғыш жыныстарды қаттылау мақсатында немесе ерітіндіні сіңіріп алатын жыныстарды жабу мақсатында, яғни бұрғылау процесін қиындататын әрі ұңғы төңірегін былғайтын заттар бар ғой, сол заттарды жабу мақсатында түсіріледі.
Сонымен қатар кондукторды, яғни кондукторды шығарып лақтыруға арналған жабдықтар бар емес пе? Соларды орнату үшін де қажет. Кондуктор тізбегін бірнеше 100 метрге дейін түсіреді. Ол өз орнында жаңағыдай сенімді тұру қажет. Ол сенімді тұру үшін оның да айналасын, яғни сақиналы кеңістікті тампонажы цемент ерітіндісімен цементтеу керек. Аралық немесе келесі, мысалға аралық немесе техникалық тізбек бар. Оларды түсіру үшін онсыз жобаланған тереңдікке жету мүмкін болмайтын жағдайда, мысалы, яғни қиындық туғызатын бөліктерді жабу болмаған жағдайда түсіріледі осындай жағдайда. Бұл туралы шешімді, яғни ствол деп айтады, қабат деп айтады, осының арасында қысымды зерттеп, қорытындылағаннан кейін барып қабылдайды. Пайдалану тізбегін, яғни соңғы ұңғыдан өнім алу үшін әрі ұңғыға табандағы жаңағы қысымды қалпына келтіру мақсатында оған су құю үшін түсіріледі. Пайдалы қабаттардың бетін жауып, сонымен қатар жауып қалмау үшін және пайдалану тізбегін цементтегенде сатылы цементтеу әдісін қолдана отырып цементтеуіміз қажет. Келесі мысалға ұңғыны сұрыптау. Яғни мінекей, ұңғыларды сұрыптау, яғни көптеген себептерге байланысты жүргізіледі деуге болады. Мысалы, олар міндетіне қарай оқтық пен тордың түріне қарай, тордың жетістік дәрежесіне қарай және құрылысына, сонымен қатар кигізбе құбырлардың санына, ұңғының жер бетінде орналасуына және басқа да жаңағыдай себептерге қарай осы ұңғылар сұрыпталады. Міндетіне қарай ұңғыларды мысалға төмендегідей болып бөледі. Тіректі, параметрлік, талдап іздеу, барлау, мұнайлы, газды, жаңағыдай геотермиялық, артизандық айдау, немесе бағдарлау және арнаулы ұңғылар болып бөлінеді осылай. Оқтық және тордың түріне қарай тік, көлбеу бағытталған және немесе жаңағыдай көлденең де болып бөлінеді. Тордың жетістік дәрежесіне қарай олар мысалға жоғары жетістікті, пайдалы қабатты ашу дәрежесі жеткіліксіз, немесе пайдалы қабатты ашу мінездемесіне қарай жеткіліксіз деп бөлінеді. Тордың құрылысына қарай ол бекітілген пайдалану тізбегімен бекітілген, сеткалы тор қойылған, құмға арналған тормен бекітілген деп те бөлінеді. Ал кигізбе құбырлардың санына қарай ол бір құбырлы және көп тізбекті болып та бөлінеді. Ұңғылардың жер бетіне орналасуына қарай келесісі, мысалға, жер бетінде орналасқан, теңіз жағасында орналасқан және теңізде орналасқан деп те бөлінеді. Ал талдап іздеу ұңғымаларының міндеті мынадай: жыныс қимасының тектоникасын, стратиграфиясын, жаңағыдай литологиясын анықтау мақсатында. Ал барлау ұңғыларының міндеті өнімді қабаттарды және мұнай газ аумағын анықтау мақсатында. Пайдалану ұңғыларының міндеті мысалға жер қыртысынан мұнай және газ өндіру мақсатында. Бұл топқа сонымен қатар жаңағыдай айдау, бағалау, пьезометриялық және бақылау ұңғылары да жатады осыған. Мысалы, айдау ұңғылары пайдалы қабаттарда жер асты қысымын қалпына келтіру мақсатында жер астына, яғни газ, су, бу айдау үшін де қажет болады. Бұл шаралар көбіне қабат өнімін көбейту мақсатында қолданылады. Бағалау ұңғылары жаңағыдай қабаттың алғашқы және соңғы су, мұнай мөлшерін және басқа зерттеулерді анықтау үшін де қолданады. Сонымен қатар бақылау ұңғылары жер асты флюидтері бар емес, солардың қозғалу мінездемесін және су, мұнай мөлшерінің өзгеруінде қадағалау мақсатында осылай көп қолданылады. Тірек ұңғылары бар. Тірек ұңғылары ол тау жыныстарының жалпы орналасу заңдылықтарын және бұл жыныстарда мұнай мен газдың пайда болу мүмкіндіктерін анықтау мақсатында бұрғыланады. Енді келесі ұңғыны құру технологиясын айтайық. Осы күнге дейін мысалға ұңғыны бұрғылау өте күрделі, өзара жалғасқан бөліктерден тұратын техника немесе технологиялық процесс деп айтуға болады. Бұл бөліктің бірінің істен шығып қалуы қиыншылықтарға, апаттарға, тіпті ұңғының жойылып кетуіне де әкеп соғуы мүмкін. Жынысты бұзу әрекетіне байланысты бұрғылау процесі мынадай төмендегідей операциялар кіреді деуге болады. Жыныс бұзушы аспабы, мінекей алдарыңызда тұрған, бұлар шарошкалы немесе алмазды деген сияқты осындай банағы долытылар. Осыларды құбырларды, яғни осындай
жыныс бұзушы аспабы бар, яғни бұрғылау құбырларын ұңғыға түсіру үшін. Ұңғы табанына, яғни жынысты бұзу үшін. Сонымен қатар бұзылған жынысты, яғни шламды ұңғының сыртына шығару үшін. Істен шыққан долытыны айырбастау үшін бұрғылау құбырларын көтеріп сыртқа шығару мақсатында да қолданады. Ұңғы қабырғасын, яғни кигізбе құбырларымен және тығындау материалдарымен де қатайту мақсатында қолданады. Сонымен қатар тікелей бұрғылауға жаңағыдай қатыспайтын басқа да операцияларды орындау үшін қолданады. Ұңғы оқпанын жүргізудің, яғни технологиялық әдістерін бұрғылау принципіне, жыныс бұзатын жаңағы аспаптың қозғалысқа келту түріне, ұңғы табанының, яғни үңгіп кетеді, сол әдісіне, жыныс бұзғыш аспаптардың бағытына, оқпан санына қарай, немесе табан қысымына қарай бөлуге болады, сұрыптауға болады деуге болады. Бұрғылаудың принципіне қарай, мысалға, мынадай әдістер бар. Айналып бұрғылау, ұрып соғып бұрғылау, дірілдетіп, гидродинамикалық, термиялық, электрофизикалық, жарулық, химиялық, аралас деп те бөлінеді. Банағы жыныс бұзғыш аспаптың, мысалға, қозғалысқа келу түріне қарай мынадай әдістер бар. Роторлық, яғни батырмалы, бұл жер асты деуге болады, жер асты двигательдермен, гравитациялық, яғни ұрып соғу, аралас. Бұны қазір сіздерге келесіне де айтамын. Осы жыныс бұзғыш аспаптарды сіздерге қазір түсіндірейін. Яғни жыныс бұзғыш аспаптың бағытына қарай олар тік, көлбеу және жарыққа бағытталған деп болып бөлінеді деуге болады. Сонымен қатар осы ұңғыны құруға қатысатын технологиялық жаңағыдай мынадай нелер бар, тізімдер бар. Осы тізімдерге жататындарға, мысалға, олар табанды тау жынысын бұзу үшін, ұңғының шламын тазарту үшін, ұңғының жаңағыдай ішіндегі қысымын реттеу мақсатында, ұңғының тау жынысын физика-химиялық әрекеттерін реттеу мақсатында, сонымен қатар технологиялық жағынан сәйкестігі жоқ қабаттарды бөлу үшін, сонымен қатар өнімді қабаттарды ашу, тағы да істен шыққан жыныс бұзғыш аспаптарды жер асты жабдықтарынан ауыстыру үшін де қолданады. Ұңғы қабырғасын қатайту мақсатында да деп айттым. Ұңғы үңгісінің, яғни түбінің өнімді қабатына тор құру үшін де қолданады. Флюидтердің, яғни жер бетіне шығару үшін соларды шақыру мақсатында да, скважинаға мені сұйық шақырамыз деп айтамыз. Осы флюидтер жер бетіне шығару үшін шақыру дегеніміз. Ұңғыны игеру. Сонымен қатар мінекей келесі тағы осындай жұмыстарды атқарады, яғни ұңғы құрудың толық цикліне жататын жұмыстарды мыналар деп айтамыз. Бұл бұрғылау қондырғысын құрастыру, соған дайындық жасау, өнімді қабаттарды ашу, тереңірек зерттеу деуге болады. Пайдалану тізбегін түсіру және цементтеу. Сосын ұңғының өнімді қабаттарына жаңа айтып кеткенде тор құру, қабат сұйығын сынау, бұрғылаудың қондырғысын бөлшектеу деген сияқты жұмыстарды атқарады. Мінекей ұңғыны, яғни бұрғылау айттым сіздерге, яғни оны ұрып соққылап бұрғылау, айналдырып бұрғылау әдістері дедім. Мысалы, айналдырып бұрғылау әдісі кезінде жыныстың бұзылуы, яғни бір мезгілде долытыға екі күштің әсерінен болады. Яғни қысым мен айналдыру моменті бар ғой, осы екеуінің есебінен болады деуге болады. Қысымның әсерінен, яғни долыты жынысқа кіреді, ал айналдыру моменті есебінен ол жынысты бұзады деуге болады. Айналдырып бұрғылаудың екі түрі бар. Олар роторлық және жерасты двигателімен. Осылай бұрғылауға болады. Мысалға, жерасты двигателімен бұрғылау әдістері, яғни осы жерасты двигателімен бұрғылау кезінде бұрғылау аспабы, яғни бізде бұрғылау аспабы долыты болып саналады. Осы долыты двигательдің валына, ал оның корпусы жаңағыдай бұрғылау тізбегіне бекітіледі. Двигатель жұмыс жасаған кезде долыты валмен қосылып айналады да, ал бұрғылау тізбегі жуу сұйығы жүретін канал ретінде болып келеді. Әрі ол роторлық столмен бірігіп двигательдің реактивті моментін өзіне қабылдайды да, осыны жойып отырады. Осы күні жерасты двигательдерінің үш түрін қолданады деуге болады. Оны білесіздер, өткен сабақтарда да, теориялық сабақтарда өттіңіздер. Олар турбобурмен, винттік двигателімен және электробурмен деуге болады. Мына сіздердің алдарыңызда тұрған схемада бұл ұрып соққылау, бұрғылау
несін көрсетейін, әдісін. Бұл жерде, яғни соққылап бұрғылау әдісінің ішінде әсіресе кең тарағаны арқан арқылы ұрып соққылап бұрғылау болсын. Бұрғылау снаряды, яғни төмендегі бөліктерден құрастырылған. Ол долытыдан, бұрғылау штангысынан, сосын жиырылмалы штангыден, яғни қайшы деп айтады, және арқан құлыптан тұрады. Бұл снарядты арқан арқылы блоктен айнала отырып, тартқыш ролик бар ғой, осы тартқыш ролик және бағыттаушы ролик осы арқан оралған барабан арқылы жаңағыдай ұңғыға түсіріледі. Яғни мен сіздерге айтайын дегенім, осы банағы жиырылмалы штанга және арқан құлып осылардан тұрады дедім. Осы снарядты арқан арқылы блоктан айнала отырып, тартқыш ролик, жаңағы бағыттаушы ролик, арқан оралған барабан арқылы ұңғыға түсіреміз. Бұрғылау снарядының жылдамдығын, яғни тежегіш арқылы реттеп отырады бұл жерде. Блок мұнараның шетінде орнатылған, көріп тұрғандарыңыздай. Бұрғылау кезінде болатын жаңағыдай селкілі болады. Осы селкілді жою үшін амортизатор қойылады міндетті түрде. Бұрғылау кезінде болатын жаңағыдай бұрғылау кезінде селкілді жою үшін осы амортизаторды қондырады деп айттым. Сосын бұл жерде кривошип бар. Кривошип шатунның көмегімен балансирлік раманы, яғни толқымалы қозғалысқа келтіреді. Раманы төмен түсірген кезде, мысалға, тартқыш ролик арқанды өзіне тартады да, бұрғылау снарядын, яғни ұңғы табанынан, яғни көтеріп отырады. Раманы көтерген кезде осы жерде арқан босайды. Сол кезде снаряд ұңғыға құлайды. Снаряд ұңғыға құлаған кезде жынысты бұзады осы кезде. Ұңғы тереңдеген сайын арқан, яғни барабаннан шыға береді, жылжып, арқанның ширатылуынан долыты бұрылады да, ұңғыға дөңгелек форма беріп отырады деуге болады. Бұл әдіс кезінде бұрғылаудың тиімдігі, яғни бұрғылау снаряды бар емес, соның салмағына, құлау биіктігіне, құлаудың үдеуіне, долытының уақыт аралығы ішінде жаңағыдай табанға түсу санына тікелей байланысты болады. Ұңғы диаметрінің квадратына керісінше кері байланысты болып келеді. Созылмалы, яғни тұтқырлы жыныстар бар емес пе? Осы жыныстарды бұрғылау кезінде кейде долыты жаңағыдай тығылып қалады. Оны босату үшін штангыға жаңағыдай біз қайшыны пайдаланамыз. Ұңғы табандағы жыныс неғұрлым жұмсақ немесе ылғалданған болатын болса, соғұрлым бұрғылау бізде оңай жүреді деуге болады. Егер ұңғы табанында жер асты сулары болмайтын болса, онда еміс-еміс жаңағыдай ұңғыға су құйып отырады. Себебі емес, енді былай бұрғылау жүрген сайын долытыны ұңғы табанына түсіріп, және оны біріне жалғап созып отыру қажет. Бұл әдіс көбіне бөлшектенген жыныстарда геологиялық барлау кезінде және су алу мақсатында көбіне осыны қолданады. Ұрып соққылау бұрғылау кезінде мына жерде мысалға осылай қолданады дедік, ал айналдырып бұрғылау әдісі кезінде, бұл айналдырып бұрғылау әдісі кезінде, яғни жыныстың бұзылуы бір мезгілде долытыға екі күштің әсерінен, яғни қысым мен айналдыру моменті есебінен болады деп айттым жаңа. Қысымның әсерінен жаңа долыты жынысқа кіретте, ал айналдыру моменті есебінен жыныс бұзылады дедім. Айналдырып бұрғылаудың екі түрі бар, олар роторлық және жерасты двигателімен жаңа сіздерге көрсетіп кеттім, айттым сіздерге. Роторлық бұрғылау әдісі кезінде жаңа двигательдердің қуаты, яғни шығыр арқылы роторға беріледі, ротор жаңағыдай мұнараның ортасына, яғни ұңғы бетінің үстіне деуге болады, орналасқан арнаулы айналу механизміне беріледі. Осы ротор бұрғылау тізбегін және оның басына жалғанған долытыны айналдырып отырады десек болады. Бұрғылау тізбегі оған жалғанғаннан жаңа жетекші бұрғылау құбырынан оған жалғанған арнаулы жалғаныштан және бұрғылау құбырларынан тұратыны барлығымызға белгілі. Яғни роторлық бұрғылау кезінде долытының жынысқа кіруі, яғни оның жүріс ұңғы өсінің бойымен тізбектің айналу есебінен болады дегім келеді. Ал жер асты двигательмен бұрғылаған кезде айналмайтын бұрғылау тізбек есебінен болады. Айналдырып бұрғылауға тән, яғни мінезді айтуға болады. Мысалы, мінез деп айтамыз, характеристика десек болады. Ұңғыны үздіксіз жуып отыруымыз қажет. Осы кезде жер асты двигательмен бұрғылау кезінде долыты двигатель валына, ал бұрғылау тізбегі двигательдің корпусына жалғанады.
Двигатель жұмыс істеген кезде оның валы, яғни долытымен бірге айналады да, ал бұрғылау тізбегі двигательдің корпусында пайда болатын жаңағыдай реактивті моментті өзіне қабылдайды да, роторды жойып отырады деп мен жаңағы несінде айттым. Бұда турбобурдың жаңағы бұрғылау кезіндегі бұрғылау тізбегі айналмайды да, тізбек тек бұрғылау жаңағы сұйығы жүретін жол ретінде қолданылады. Бұрғылау сұйығы көбіне өзінің негізгі қызметінен басқа турбиналы іске, яғни қосатын жаңағыдай күш ретінде қолданылады десек